болушуңуздар керек. Кыз болуп туруп куудул болуш кандай болот экен деп. Мен дагы Меримдин кыялын жакшы билчимин, айтчымын. Мерим пародия деген бул өтө опурталдуу жанр. Опасный. Кой десе болбой, тобокелге салган мындай отчаянный кызды. Парадис болду. Мына бизде болсо жана кызы менен мактанып атат, кызынын атасы жөнүндө айткан жок. Мен айтып коеюн. Бу дагы өтө мындай колунан жүрөгүндө жал бар, колунан келген гана аял заты мына ошондо жолго барат. Күйөөсү өзбек улутундагы жигит. Байкап атасыңар да, тийишкенде мындай деп тийишпир. Чоң кыз, сиз кымбаттуу Кыргызстанымдын кайеринен боласыз? Десе, түндүгүнөн болом. О, а мен түштүгүнөн болом. Чоң кыз экелдин башын экөөс үйлөнүп алып туруп, мында бириктирбейлиби десе, ах ты какой. Демеле шустрыйсың го десе, жок, шустрый эмес. Сен түндүк, мен түштүк, түндүк, түштүк, тыңдың дыштык, тыңдың дыштык, тыңдың дыштык деп, мындай ынтымакта жашайт элек, сен ырчы кызсың десе, же атымды сурабайсың, же жашымды сурабайсың десе, тигимди жооп берет. Эми аял кишинин атын сураган эми туура эмес, мындай өңүскө караганда, мындай оозуңуздун оймоктой болуп турганына караганда 16дасыз, кашыңыздын серпилишине караганда 17десиз, жүзүңүздөн нур таанып турат, жүзүңүзгө караганда 20дасыз, бардыгын кошкондо өзү негизи чын эле аялдын жашын сурабайт. Азыр математиктер көп отурасыздар бул жерде ойлонуп, сахнада 20 жыл болсо, азыр уну баштаса, ушунча келип калат. Жок, андай эмес туугандар. Андай эмес туугандар. Себеби дегенде биздин Меримдин атасы дагы, апасы дагы ким болуп иштейт? Артист болуп иштешет. Эмгек сиңирген артист. Апасы болсо РСФСРга эмгек сиңирген артист болуп эсептелет. Булар гастролдо жүрүп, ошол Меримди табышкан, Мерим сахнада төрөлгөн. Ошондо сахнада мындан 20 жыл мурда төрөлсө, канчага келип калат математиктер? Туура айтасыңар, 18де. Анткени эки көңүлдө жүрүш керек да дайыма. Ал эми менден кээде сурап калат. Жаныбек ата, мен ата дейт да. Жаныбек ата, мол өзүңүздүн биографияңызды айтыңызчы, сиз дагы мынай сиздин чыгармачылыгыңызга мен кызыгып жүрөм деп. Мен айттым, Мерим, мен сенде шустрый эмес болчумун, мен жоош болчум. Кийин апамдан сурадым, эмне үчүн жоош болуп калгам десем, апам мынтип жооп берди. Балам, сени төрөгөндө менин каным аз эле. Ана мен бозой иччим. Аны сени эмизип койгондо сен мас болуп уктап жата берсиң. Ошон үчүн жоош болчусуң. Пахмел керек болуп калганда дагы кичине ыйлап койчусуң, анан дагы эмизип койсоң, дагы мас болуп дальше уктап жата берсиң. А сүйүм менин сүйүм 1-чи классымда эле келген. 1-чи класста мен сүйгөн кыз параллельный класста окучу, алардын эжекеи ооруп калып 2 классты кошуп окутканда, силерде да ошондой болду беле? Окутканда баягы кыз мен жаныма отуруп калып, өзүмдү космоско учкан Гагариндей сезип отурсам, бир маалда бит текшерген докторлор келип калып, ошончо окуучунун ичинен эч кимден чыкпай, линейкага мен чыккам. Мына күлүп атасың, сенде да чыкса керек, бит. Рахмат колдогонуңарга. Сер күлүп атасыңар, бирок элестетип көрүлөчү. 1-чи класста окуган баланын махабаты менен сүйүүсү башталбай туруп өрттөнүп кеткенин. Ошондон бери мен докторлорду жек көрөм. Өткөндө токсикологияда жатсам, бир медсестра келип алып туруп, мен сиздин бетиңизди телевизордон эле көрчү элем деп даярдап атат шприцин. Мен айттым, сенин бетиңде эмес. Докторлар. А өзү кыздарга жагыш үчүн керек болсо сабакты да жакшы окучум. 3кө. Күлбөгүлө мен -4 турабы?
мен почти ударник болчум. Белесе өтті қату тейіп келіп тұр, тормышты басып тұрып, чөмерек атып, чаңды бұрда кізіп тұрып, анан қайра артқа тейіп кетіп қалшым қыздарға жағышын. Бір жолы мен теңді қыздар біздің көчөге келіп өтіп баратқанда мақтана қоям деп, баяғы белесе өтті жоғар жақтан қату тейіп келіп тұр, тормышты басайын дегенде, цеп бағалегіме жармашып қалып, тормышты базалбай қалып, дарақтарды аралап барып, Қаражығашқа келіп, даң деп тиген месімде, есім асманды тіктеп жатсам, алыстан апамдың үні шығып атады. Өліңді көрейін мақтандар. Сіздерге мақтанам деп, балам өліп қалай астады. Жоғалла біздің көчеден деп. Өзі башында мен шорпа емес болчым. Мен манты болчым. Үйде манты бұшатқанда өзімді өзім жоғатып өтсем. Керек болса не деп сөйлегенімді білбей қалшым, талдабай қалшым. Ертеменен үйді бадаға өзім айдайым, үйдің алдын өзім тазалайым, ештің алдын өзім шыпырам, суын өзім ташыйым, көмірді өзім ап келем, отынды өзім жара... Тоқта, Әлен. Азыр сен өзіңді өзің жоғатып өрдің, азыр мантыға тойозың, ұқтайсың, анан ертеменен тұрғанда азырқы айтып отқан одаларының бардығын жана өзіңдің ойың жеп кетеді. Атқара албайсың аны депші. Анан қачан болса манты бұшыратқанда мен үшін жылыңдайсың, жемем мантыңарды деп артыр жатып алшым. Анандағы принципке тұр қойшым. 3 жолы шақырса, анан барам деп. Манты бұшып қалды, келбейсің дегенде. Аспағаладағы өкі бар. Манты бүтіп бұратады дегенде, бір обдылып барып, дағы бір оғалып қалады ба принцип. Анан 3-шісін күтіп, ұқтап қалшы кем. Ене деген ене бар қасқандың түйіне бір табақты қалтырып қойды, ашқа бала ұқтап айт, білесіңер. Түнде ойған олып, ұрымышықтай болып барып, қапқақта қырын қараңғыда жұтымынан білесің да, ана бірінші табақты алдырып, екінші табақты, үшінші табақты көтергенде мантының жұты бұрдай түшіп, қолым қалшылдап кетіп, бағы табақ қалдыр дегенде нар жақтан үн шығатылы. Жейт екенсің о бәлекеттейлі болды. Дегенде жевем мантыңарды, жевем деп, ошонда 4-ші принципке тұрып алып, ошонда мәрім мантыны. Анан айла жоқ шорпа болышқа тура келген. Мына ошондай бала чақтағы оқияларды айтып келіп, анан көпчілік жігіттер мақтанышат аскерге барғанда. Мен дембіл болғанда депші, молодой кезіндегісін айтпайды. Жем айтады. Туалет жауып жүрген, тұрау. А мен болса айтам. Себебі дегенде бар ұсты қатарға тізіп қойып, Иванов, я, Петров, я, Алықұлов, мен. Алықұлов, ты должен отвечать, я, понял. Иванов, я, Петров, я, Алықұлов, мен. Алықұлов, и кто? Я кыргыз, древний гор сторожил. Там я вырос и песни сложил. Там я крылья души распростер, как заря над просторами гор. Кто посмеет обидеть меня, не ты ли несчастный старшина? Дегенде светті өчірішті, қайра күйіскенде бір көзім тодай болып шешеген екен. Сол көзіменен бір ақ чашты орыс қысты аяп айттық дегенде, біздің старшынаның сүйген қыз екен, дағы светті өчірішті. Екі көзім тодай болып, анан емнеменен қырғыздар мақтан аласың дегенде, армияда молодой болсам дағы ментіп мақтанғамын. Біз дүйнөдө бірінші орында тұрабыз, Манас эпосы бойынша. Біз дүйнөдө бірінші орында тұрабыз, Етчеш бойынша. Қарышқыр бізден кейін тұрады. Таңғалады екен, ойтауа, ошол етті менде де көп жеген жыртқыш бар екен деп. Ошол жыртқыш мына біз. Біз дүйнөдө бірінші орында тұрабыз, жалқолық бойынша. Ырвызда қошандай. Жайылғана қайғаға салыма жамбаштым жатсам сөнінде. Ырвызда шандай. Біз дүйнөдө бірінші орында тұрабыз, ақ көңілдік бойынша. Ақ көңілдік бойынша. Мына өзенгі құшты Қытай сұра електелі. На! Қарқыра менен пансионатты қазақ сұрадылы. На!
Москва Акаевті сұрады елем, мә. Бакиевті Беларусь сұрады елем, мә. Азырқылар да қышаңдай тұрған болса, ойланып та қойбайыз. Ақ көңіл бізді, не жалко.